жоқ, мәселе ондай емес. Жалпы өтінішті келіп тапсыратын кезде атаулы көмекке ешқандай алдын ала пікір айтатын көрінеді Әділхан қызметкерлерің. Саған шығады, саған шықпайды деп. Ал ол шығу шықпау мәселесін оны өтінішті тапсырылғаннан кейін ғана барып зерттеліп анықталатын нәрсе. Ешқандай халықтан тиісті емес құжаттар сұрауға міндетті емес тапсыруға. Тек қана жеке куәлікпен ғана тапсыру керек, және олар келген кезде өтініш хатты қабылдап алыну керек. Алдын ала ешқандай пікір айтуға сендердің құқықтарың жоқ. Егер нанбасаңдар, мен сендерге тек қана заңның нормаларын баяндап тұрмын. Сендердің Әділхан жұмыспен қамту орталығы 100% менен артық білу керек, заңда айтып тұрмын. Қанша халық сандалып жүр, тентіреп жүр. Сендер алимент алмайтын туралы анықтама сұрасыңдар. Әділхан, айтшы, адамның алимент алмайды туралы анықтаманы қайдан алуға болады? Ондай анықтаманы ешқандай орган бермейді. Біріншіден, ол бір. Екіншіден, сендердің жаңағы заңдарыңа сәйкес атаулы көмек беріп отырсыңдар, соған сәйкес ол. Сендер оны сұрауға құқықтарың жоқ. Қанша халық сандалып жүрсе, алимент маған келеді, ол алимент справка қайдан алуға болады, не істеуге болады? Не деген адамсыңдар, Әділхан? Мемлекеттік қызметкер емессіңдер. Мемлекеттік қызметкер дегеніміз мамандар, сендерге айтайын, халық сендерге айтайын, мемлекеттік қызметкерлер, біз секілді, өзің секілді халық жоқ, тоқтай тұр. Қазір мен сөзің аузында, Әділхан. Нені? Ол неге көз? Алимент алды ма, алмады ма жоқ, деп. жақсы, сен сонда не айттың кеп тұр? Сонда заңның жаңа мемлекеттік әлеуметтік енді кірмейді ма енді? жоқ, кірсін, кірмесін. Сен оны не істеуің керексің? Менен жақсы білуің керексің. Сен өзің анықтауың керексің. Ал ешқандай мына адам тұрған адамдар ондай құжат әкелмеу керек. Ағайындар, сендер өздерің міндеттеріңді адал орындауға кірсіңдер. Сендер осы мемлекеттік қызметкер болсаңдар да, азамат қызметкер болсаңдар да, сендер мемлекеттік функциясын жүзеге асырып отырған органсыңдар. Сондықтан мына секілді халықтың, біз секілді халықтың былайша айтқанда құқықтарын бұзатын әрекеттерге жол бермеулерің не тиіссіңдер, сендер түсіндіңдер ма? Басқа сендерден сұрайтын еш нәрсе жоқ. Біз сендер заңды орындаңдар деп тұрмыз. Я үйіме келіп жер аударып бер, үйімді тазалап бер, спорт бер деп отқан жоқпыз. Өтірік суреттерге түсіп ше. Я, тиісті нәрсе. Мына жерде сосын еще Әділхан, сен оны қазір зерттесең де болады, мен саған еще адамдарды әкеліп бере аламын, ертең әкімге де апарып көрсете аламын. Менде 4 адам тұр, сендерді жаңа не сұрағанша скорочевательға дейін әкел деген. Жаңа сенің алдыңда тұрған ана балада скорочеватель сатып әкеліп тұрмыз дейді. Ал негізінде сендер ешқандай құжат жаратуға құқықтарың жоқ. Скорочеватель, я қағаз, пищу бумага, бірдей-бір барлығын мемлекет қамтамасыз етуге міндетті. Неге? Өйткені біз бәріміз осы жерде тұрғандар ай сайын өзіміздің табысымыздан 10% аударып отырмыз. Осындай мәселелерді сендер шешіп отыру үшін сенің айлығыңды біз төлеп отырмыз. Түсіндің ба? Сондықтан сендер әкімнен бастап барлығы бізге қызмет ету керек, яғни халыққа. Нақты оларда функциясы тұр. Әкім өзің төлеп отырған жоқсың, Рауан. Мен халық төлеп жатыр. Қайдан айлықты? Әділхан, сен айлықты қайдан аласың? Содан ақша алайық. Сен айлықты мемлекеттік, яғни жергілікті бюджеттен аласың. Жергілікті бюджет немен толықтырылады? Мына біз секілді халықтың салығынан толықтырылады. Сондықтан біздің әрқайсымыздың бір тиын болса да сенің еңбек, мына жерде отырған адамдардың еңбек ақысында біздің бір тиын болса да үлесіміз бар, беріп тұрған. Бәріміз жиналып. Сондықтан бұндай нәрсені қойық. Әділхан, енді мамадан ешқайсысы жаңағыдай дело сатылады деп айтып жатқан жоқ. Сағана келіп сағат 9-дан бері осы жерде отыр мен. олай қанша қызметкер отыр? Қанша адамды қалай отырып сарылып тосып отыр ғой? Жоқ, мына таблолар неге істемейді, Әділхан? Неге істемейді таблолар? Неге істемейді? Қарасайшы, мен келдім жаңа, мына жерде қанша адам бос отыр мінекей. Қанша адам тосылып отыр ана жерде, Әділхан? Бұған не дейсің сен? Әділхан, мемлекет сен мемлекеттік қызметкер ретінде менің өтініштерімді тыңдауың керексің ғой, сен халықтың қайда кетіп баратсың? Тоқтасай. Жоқ, сен маған дөрекілік көрсетіп тұрсың ғой, сен айқайлама маған. Әділхан. Сондықтан мен сендерге түсіндірейін дегенім, жалпы бізге келіп жатыр адамдар. Шағымдан скорочеватель алғызады дейді, құжаттар жинатады дейді. Иә. Бұлар енді көрдің ғой жаңа, как будто ешқандай құжат енді қазір осы кезде бәріміз жиналып, өтінішші болып тұрмыз осы кезде. Ешқандай құжатты алып атқан жоқ, артық скорочеватель алғызып атқан жоқ. Өтініш хатқа жаңағындай заң бойынша өтініш хатты сіздерден ешқандай сөз айтпай қабылдап алу керек болды. Соны сіздер отырмаңыздар, ауыздарыңыз ашылып. Талап ету керек, талап ету керек. Адам, жоқ, Әділхан, мен қара. Әділхан, қара. Мен келдім, қарасай нарада 10 шақты адам тұр, ана жақта. Қарасай енді осы кезде бос отырғандар көп қана жерде. Күзінде сіз алаңдатып отырсыз ғой. Мен алаңдатып отқан жоқпын. Кім біледі, кіргізші осы кезде. Кіргіз. Кім жаңа қабылдамай жүр, қабылдансын. Жоқ. Мен біріншіден Әділхан, сен маған
дауыс көтеріп тұрсың. Сен мемлекет жоқ. Мен сен деп жоқ, мейлі мен саған сен деп жоқ, Әділхан, сіз деп сөйлесең өзің білесің. Сен де Әділхан деп атыңды. Жоқ, қара, Әділхан, мен мынадан шығамын. Сен деп мен Аллаға да жалбарынамын. Сен Алладан үлкен емессің. Бір. Екіншіден сен намысқа тиетін нәрсе емес ол сөз. Екі, сен сосын мемлекеттік қызметкерсің. Әдепті, сыпайы болуың керексің. Тек қана сен айқайлап дауыс көтеріп, мен тыңдамай кетіп қалып тұрсың. Ал жеке және заң, Әділхан қара, жеке және заң тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңына сәйкес сен мені тыңдауың керексің. Мен өтінішімді бәрін. Ол бойынша шешім қабылдауың керексің. Мен қазір осы кезде нақты шешім көріп тұрған жоқпын. Сен қазір айт, қызметкерлеріңе түсіндірме жүргіз, екінші құжат сұратпасын. Бар деген барғанда келіп тұр қой. Барып тапсыр. Болды, өтінішіңді тапсыр, сосын көреміз қалған. Енді келіп қайттан октябрь 4-ші бап тілдей ме, қайттан октябрьді тазартып дейді. Ол не бұл, қайта-қайта тазара беремін ба? Жоқ. Тапсыр. Жоқ қой, мен адамның 6-ға жіберіп отырмын мен. 6 жаңағыдай қылып айтты. Доходыңды, неңді алып кел справкаңды. Жоқ, 6 емес, кез келген любой. Шықпай ма көреміз. Кез келгеніне бар. Мен қайтарып тұр ғой, мен қайттан неге керемін оған мен? Бізде былай кім Раван, бізде участке бөлінген. Әр участке мамандар Мен маған бөлінген. кісіге Жоқ, көрдім. Әділхан, қазір біріншіден менің келіп тұрған талабым, сұрап тұрған бірінші құжаттар сұратып адамдар заңмен рұқсат етілмеген, сендерге рұқсат етілмеген құжаттарды сұрап, адамдарды біріншіден сандатпаңдар. Екіншіден скорчевайте сұратпаңдар. Алтынбекке барып еді, Абайға Жоқ. барып Заң бойынша ешқандай құжат сұратуға құқықтары жоқ. Тапсырса өздерінің еркі. Бірақ Дәуіржан Құқтар жоқ. тұрған көрген керек. Дәуіржан кетіп бара жатып кетті де, ана 6-ға бара сал деді. 6-дағылар былай қарай сілтеп бұл Әділхан нені айтады? Сенің қызметкерлерің өзінің өкілеттіктерін өз деңгейінде орындамайтынын айтады. Адамдардың наразылығын содан туып тұр. Мен енді мысалы үшін саған қарап мәселеге қарым-қатынасыңды түсінбей тұрмын осы кезде. қабылдамағандығы несіне қабылдайды? Енді басында сізден басқа адам барсың ба енді? Жоқ, Әділхан, сен адамдарға дауыс көтермесін. Дауыс көтеріп тұрсың осы кезде. Сізден басқа адам барсың да енді тағатқа. Шілдеде кел деді ғой, келіп тұрмын. Жоқ, қайтадан енді сіз қазір Айгүл. жоқ, қабылдап алсын болды. Айтсайшы не себепті келді деген. Жоқ, қабылдап алсын документ, өтінішті. Жоқ, сіздің есіміңіз кім? Есіміңіз кім сіздің? Есіміңіз кім? Аманкүл. Өтінішіңізді тапсырып кетіңіз, қабылдап алады оны. Қабылдап алуға міндетті оны. Мінекей құжаттар сұрап тұр. Адресный справканы мысалы үшін не үшін керек? Не үшін керек? Сендер өздерің ала аласыңдар ғой бұны. Бүкіл жүйе бар ғой. Сендер айлық туралы анықтаманы да сендер оңай ала аласыңдар оны. Өздерің сұратып, немесе жаңа бірегей не бар? Деректер базасы бар. Содан алғыза аласыңдар. Оның да керегі жоқ сендерге. Сол кезде неге түсіндіріп айтпайды, шілдеде емес сен осымен таза Жоқ. октябрьде кел деп айтпай ма? Маған Жоқ, бірден жоқ. келдім шілдеде. Міне Ешкімді қайтаруға құқықтары жоқ. Жұмыспен қамту орталығының өтініш қабылдану керек. октябрьде кел десін болды.